Сәлем баршаңызға. Бүгін жаңа жылдық дастарханға осындай өте керемет генерал салатын жасайтын боламыз. Достар, жаңа жылдық дастарханға арналған рецепттерді көргілеріңіз келсе, каналға міндетті түрде тіркеліп, қолдауларыңызды білдіріп, пікір қалдырыңыздар. Салаттың құрамдары видеоның астында описаниеде жазылған. Алдымен суға піскен сиыр етін жіңішкелеп турап аламыз. Туралған етімізге 2 тісше сарымсақты осылай езгішпен езіп қосамыз. 2 ас қасық майонез салып, етімізді толығымен араластырамыз. Тарелкеге кез келген осындай дөңгелек пішінді формамызды қойып, ондай жоқ болса, үйде қарапайым майонез немесе қаймақтың шелектерінен де жасауға болады. Ішіне етімізді орналастырамыз. Тегістелген етіміздің үстіне кішкене осылай майонезді жағып шығамыз. Менде шелектегі майонез болғандықтан ыңғайлы болу үшін осындай кондитерский мешокқа салып алдым. Енді ірімшігімізді үккіштен өткіземіз. Етіміздің үстінен екінші қабатына ірімшікті жайып саламыз. Тегістеп, тағы да кішкене майонезбен жап шығамыз. Енді суға пісіріп алған сәбізімізді де үккіштен өткіземіз. Ірімшіктің үстінен сәбізді де осылай салып, үстінен майонезбен тегістеп жағып шығамыз. Сәбіздің үстінен піскен жұмыртқамызды да осылай үккіштен өткіземіз. Тегістеп майонез жағамыз. Піскен қызылшаны да үккіштен өткіземіз. Қызылшамызға майонез салып араластырып аламыз. Араласқан қызылшамызды жұмыртқамыздың үстінен салып тегістейміз. Салатымызды тоңазытқышқа 20 немесе 30 минутқа салып аламыз. Тоңазытқышта тұрған салатымыз өзінің формасын өте жақсы ұстайтын болады. Енді қалауымызша әрлейміз. Мен бұл жерде аскөкпен анардың дәнектерімен әрлеп шықтым. Осы рецептпен 2 тарелка салат шығады. Бұл жерде мен үлкен етіп бір ғана тарелка салат жасадым. Достар, міне генерал салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет дәмді, тойымды салат. Достар, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздер келесі видеодан жаңа жылға арналған әртүрлі рецепттерді көре аласыздар. Жіберіп алмаңыздар.